Сәлеметсіз бе, қымбатты тыңдарман? Құдай сөзін тыңдаңыз атты бағдарламаны назарыңызға ұсынамыз. Біз Құдай туралы ілімді үйреніп жүргенімізге жаратқан иеге ризашылығымызды білдіреміз. Студиямыздың қонағы келі жазбаны зерттеуші мұғалім Бауыржан. Армысыздар радио тыңдаушылар. Бүгінгі бағдарлама арқылы біз қалай дұрыс өмір сүруді үйренеміз. Матай жазған ізгі хабардың 13-ші тарауында Иса астарлы әңгіме арқылы халыққа не үйреткенін тыңдап көрейік. Сол күні кейінірек Иса үйден шығып, көл жағасына барып отырды. Қасында жиналған халықтың көп болғаны сонша, Иса қайыққа мініп, соған жайғасты. Ал барша халық жағалауда тұрды. Иса оларға мынау сияқты астарлы әңгімелер мен көп тәлім беріп, былай деді. Бір диқан тұқым себуге шығыпты. Ол сеуіп жүргенде дәндердің кейбіреулері жол бойына түсіп қалады. Құстар ұшып келіп, шоқып жеп қояды. Біраз тұқым топырағы аз тастақ жерге түседі. Топырақ жұқа болғандықтан тұқым тез көктеп шығады. Алайда күн шыққан соң күйіп, тамыр жай алмағандықтан қурап қалады. Тағы басқа дәндер тікен арасына түседі. Тікендер қаулап, оларды тұншықтырып өсірмей тастайды. Ал өзге тұқымдар құнарлы топыраққа түседі. Бұлардың біразы 100, басқалары 60, бір қатары 30 еседен өнім береді. Құлағы барлар жақсылап тыңдап алсын. Шәкірттері Исаның қасына келіп, «Жұртқа неге әңгімені астарлап айтып тұрсыз?» деп сұрағанда, оның жауабы мынадай болды. Құдай өз патшалығы туралы сырларды білуді оларға емес, сендерге ғана бұйырған. Өйткені кімде біраз түсінік бар болса, соған тағы да беріліп, оныкі асып тасып кетеді. Ал кімде жоқ болса, оның өзімде бар дегені де одан алынып қойылады. Мен бұларға астарлап айтам. Өйткені олар көріп тұрса да шынымен көрмейді. Естіп тұрса да шынымен естімейді де, түсінбейді де. Осылайша Ишая пайғамбардың алдын ала айтқан мына тәрізді сөздері олардың өмірінде жүзеге асады. Естисіңдер, бәрібір түсінбейсіңдер. Көресіңдер, бәрібір аңғармайсыңдар. Өйткені бұл халықтың жүректері қасарысқан, сезімсіз, құлақтары керең, көздері жұмылған. Әйтпесе олар көздерімен көріп, құлақтарымен естіп, жүректерімен түсініп, теріс жолдарынан қайтар еді. Сонда мен оларды рухани дертінен сауықтырар едім. Ал сендер бақыттысыңдар. Көздерің көрет, құлақтарың естиді. Сендерге шындығын айтайын. Көптеген пайғамбарлар да, өзге әділ адамдар да, сендер көріп жүрген нәрселерді көргілері келді. Бірақ көре алмады. Сендер естіп жүрген сөздерді естігілері келді. Бірақ ести алмады. Енді тұқым сепкен диқан туралы әңгіменің мағынасын тыңдаңдар. Біреу патшалық туралы ізгі хабарды естіп, түсінбесе, лезде әзәзіл шайтан келіп, сол адамның жүрегіне себілген бұл сөздерді ұрлап алып кетеді. Жол бойына түскен тұқым осы. Ал тастақ жерге себілгені мынаны көрсетеді. Адам ізгі хабарды естіген бойда оны қуанышпен қабылдайды. Бірақ тамыр жаймағандықтан берік болмайды. Ізгі хабарға бола басына азап не қуғын түскенде дереу сенімінен безіп кетеді. Тікен арасына себілген дәндер болса, мынаны білдіреді. Біреу ізгі хабарды естиді. Алайда бұ дүниелік тұрмыс қамын ойлап абыржып, байлыққа алданады. Осылайша ізгі хабар ескерусіз қалып, өнім бермейді. Ал құнарлы топыраққа себілген тұқым болса, мынаны бейнелейді. Адам ізгі хабарды тыңдап, түсініп, өнімді болады. Ол 160 немесе 30 еседен өнім береді.
Иса халыққа тағы басқа бір астарлы әңгімені айтып берді. Құдай патшалығының орнауы мынаған ұқсайды. Бір адам егіндігіне жақсы тұқым себеді. Жұрт ұйықтап жатқанда дұшпаны келіп, бидай арасына бидайықтың тұқымын шашып кетеді. Бидай көктеп шығып, дән жинай бастағанда, әлгі арам шөп те өсіп шығады. Сонда қызметшілері егіндіктің иесіне келіп, «Мырза, жеріңізге сепкеніңіз жақсы тұқым емес пе еді? Онда бидайық қайдан шыққан?» деп сұрайды. Ол мұны істеген дұшпан кісі деп түсіндіреді. Ендеше біздің сонда барып, отап тастауымызды қалайсыз ба? Жоқ деп жауап береді қожайын. Сендер бидайықты отаймыз деп, бидайды бірге жұлып тастарсыңдар. Орылғанша бірге өсе берсін. Ал орақ кезінде егін жинаушыларға өртеп жіберу үшін алдымен арам шөптерді баулап, жиып алыңдар. Ал бидайды жинап, қамбама құйыңдар деп бұйырам. Иса халыққа тағы мына астарлы әңгімені де айтып берді. Құдай патшалығы бір адамның егістігіне еккен қыша дәніне ұқсас. Қыша дәні басқа тұқымдардан гөрі майда болса да, өскенде барлық дәнді дақылдардан биік болып шығып, бұтаға айналады. Сонда бұтақтарына құстар ұшып келіп паналайды. Иса оларға астарлап, келесі бір әңгімені де айтып берді. Құдай патшалығын ашытқымен де салыстыруға болады. Әйелдер 3 астау ұнға аздаған ашытқы қосып, араластырған соң, ол барлық қамырды ашытып көтереді. Мұның бәрін Иса халыққа астарлы әңгімелермен айтты. Оларға еш нәрсені де астарсыз уағыздамады. Осылай, Құдайдың пайғамбар арқылы айтқан мына тәрізді сөздері жүзеге асты. Астарлы әңгімелерді айтамын. Әлем жаратылғаннан бері бар құпияларды ашамын. Бұдан кейін Иса халықты таратып үйге кірді. Қасына келген шәкірттері: «Егіндіктегі арам шөп туралы астарлы әңгімені түсіндіріңізші?» деп өтінген соң, Иса оларға былай деді. Жақсы тұқым сепкен, көктен келген билеуші. Егіндік осы дүние. Жақсы тұқым Құдай патшалығының адамдары. Ал бидайық Әзәзілдің адамдары. Сол арам шөптің тұқымын шашқан дұшпан Әзәзіл шайтан. Орақ кезі ақыр заман. Ал орушылар періштелер. Жұрттың арам шөптерді жинап өртеп жіберетіні сияқты ақыр заманда да солай болады. Көктен келген билеуші өзінің періштелерін жібереді. Олар азғындық пен заңсыздық жасайтын адамдардың бәрін оның патшалығынан жинап алып, жанып тұрған ошақ іспетті тозақ отына лақтырмақ. Сонда олар зар еңіреп, жылап, қинала тістенетін болады. Ал әділдер көктегі әкелерінің патшалығында күн сәулесіндей жарқырайтын болады. Құлағы барлар жақсылап тыңдап алсын. Құдай патшалығын егіндік жерге көмілген қазынаға да ұқсатуға болады. Соны тауып алған адам қазынаны қайтадан көміп тастап, қуанғанынан өзіндегі барды түгел сатып жіберіп, егіндікті сатып алады. Құдай патшалығы мынағанда ұқсайды. Бір саудагер асыл інжу маржан іздеп жүріп, аса құнды біреуін тауып алады. Сонда ол өзінде бардың бәрін түгел сатып, сол асыл інжуге ие болады. Құдай патшалығын көлге тасталғанда әртүрлі балықтар түсетін аумен де салыстыруға болады. Ау толғанда оны жағаға шығарып, отыра қалып, жақсыларын ыдысқа жинап алып, нашарларын лақтырып тастайды. Ақыр заманда да осылай болмақ. Періштелер келіп, жамандарды әділдерден ажыратып, жанып тұрған ошақ іспетті тозақ отына лақтырады. Сонда олар зар еңіреп жылап, қинала тістенетін болады. Деп сөзін аяқтаған Иса: «Мұның бәрін түсіндіңдер ме?» деп сұрады. Шәкірттері: «Иә, түсіндік» деп жауап берді. Иса:
Сонымен Құдай патшалығы туралы тәлім алып, киелі жазбаларды оқытушы әрбір ғұлама өз қазынасынан жаңасын да, көнесін де шығарып отырған үй иесіне ұқсайды. деп тұжырымдады. Иса осы астарлы әңгімелерді айтып болғаннан кейін сол жерден кетіп қалды. Өзінің өскен жеріне келіп, ондағы мәжілісханада жамағатқа тәлім берді. Олар оған қатты таңданып, өзара былай десті. Бұған мұндай даналық пен құдірет қайдан біткен? Өзі ағаш ұстасының баласы емес пе? Шешесінің аты Мәриям, ал інілері Жақып, Жүсіп, Шимон, Яхуда. Қарындастарының бәрі де арамызда тұрады ғой. Сонда мұның бәрі бұған қайдан біткен, ә? Олар қызғаныштан Исаны көре алмай ашуланды. Ал Иса оларға қарап, Өз ел жұртымен үй ішінен өзге жерде пайғамбар қадірсіз болмас. деді. Олардың сенбеушілігіне бола Иса сол маңайда көп кереметтер жасаған жоқ. Бұл тарауда Құдай патшалығын бейнелейтін 7 астарлы әңгіме айтылады. Қазіргі кезге байланысты Құдай сөзін уағыздауда дән себуші туралы астарлы әңгіме жайында бір нәрсе айтқым келеді. Мұндағы егістік осы әлемді білдіреді. Ал тұқым сепкен диқаншы Құдай туралы ізгі хабарды уағыздауды бейнелейді. Шайтан Құдайдың бидайы қайда егілгенін біліп, өз жұмысын әлі де істеуде. Сондықтан бидайдың 4-тен 1 бөлігі ғана мол өнім бере алды. Бүгінгі сенушілердің де алдында Құдайдың сөзін жүрегімен тыңдап, қалай мол өнім әкелуге болады деген үлкен тапсырма тұрғанын сезінгендері жөн. Өз ойыңызды білдіріп, бізге хат жазыңыз. Біздің хабарымызды достарыңызбен, жақын туыстарыңызбен бірге тыңдаңыз. Егер сіз Орта Азия елдерінің бірінде тұратын болсаңыз, біз сізге киелі кітапты салып жібере аламыз. Қымбатты тыңдарман, біз осымен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Егер сіз бүгінгі бағдарламадан өзіңіз үшін пайдалы мағлұмат алған болсаңыз, Немесе сізде қандайда сұрақтар туындаған болса, егер сіз өмірдің қайнар көзі болған киелі жазба кітабына ие болуды қаласаңыз, бізге хат жазып жіберіңіз. сіз Орта Азияда тұратын болсаңыз, біз сізге хабарларымыз жазылған аудио таспа немесе киелі жазба кітабын сыйлық ретінде салып жібереміз. Біздің электрондық поштамызға хабарласуыңызға болады. Біздің электрондық адресіміз mostik7@inbox.ru. Сонымен бірге +7 707 385 83 93 нөміріне хабарлама жіберуіңізге де болады. Сізге осы нөмірде WhatsApp, Viber, Telegram жүйелері іске қосылғанын хабарлаймыз. Мен қайталаймын. +7 707 385 83 93. Сізден келген әрбір хат немесе хабарлама үшін біз өте қуанышты боламыз. Жаратқан ие сізді және жақындарыңызды қорғап, аман сақтасын. Құрбан еттім біз үшін қасиетті жаныңды, төгіп кеттім ел үшін өз киелі қаныңды. Күналардан құтқарып мәңгі өмір сыйладың, жан тәнімен ұмтылам ұсынғанда бағыңды. Күналардан құтқарып мәңгі өмір сыйладың, жан тәнімен ұмтылам ұсынғанда бағыңды. Сен әлемді жаратқан бір Құдайдың ұлысың, шынайы өмір беретін мөлдір бұлақ көзісің. О Тәңірім жасаған патшалығың жақында, осы әлемге жарқырап төніп тұрған нұрысың.
жасаған патшалар